Сәлем достар, бүгін біз манты дайындап үйренеміз. Ол үшін біздер ең әуелі етімізді дайындап аламыз. Пиязымызды сақтап турап етімізге саламыз. Содан соң картопымызды сақтап турап саламыз. Тұзымызды, бұрышымызды саламыз. Нанымызды илеп алып, жұқа қылып жазамыз. Дайын болған нанымызды шағындап кесіп аламыз. Дайын болған нанымызға еттерімізді салып, осылай жейміз. Нанымызды илеп жатқан кезде оған көп ұн қоспауға тырысамыз. Себебі нандарымыз жеуге келмей бір-біріне жабыспай қалуы мүмкін. Жеп болған мантыларымызды майланған мантаваркамызға салып, қайнап тұрған судың үстіне қойып 45 минут пісіреміз. Мантымызды отқа қойғаннан кейін бізге подлива дайындау керек болады. Ол үшін бізге шағын 2 жуа және 1 сәбіз керек болады. Жуамызды жіңішкелеп турап, сәбізімізді үккіштен өткізіп, майға қуырамыз және үстіне 1 қасық томат қосамыз. Осымен мантымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.